Жұмыртияқ өзінің тактикасына көшіп, екі айналым қалған кезде қаша бастайтын әдеті бар. Өйткені Жұмыртияқ өзінің жалпы бәйгедегі әдісі солай. Ал қасындағы 10 номердегі Байқоңыр Жұмыртияқпен қатарласып, бірде-бір соперниктердің бірі сол Байқоңыр ма деп қоям. Бірақ алдында 11 номердегі Сармат, Сапарғали Сәтбаевтың Сармат әдейі қашып баратыр, Жұмыртияқ қуып баратыр, қасында Байқоңыр да қатарласып алды. Бір сөзбен айтқанда Сапарғалиевтар екі ат қосып отқан сияқты бүгінгі бәйге. Жамбыл Бөбекбай екі атты да дайындап отқан сияқты. Өйткені 10 номерде Жамбыл Бөбекбай, 11 номерде де атты Жамбыл Бөбекбай дайындаған. Бағанағы Сарматты да Жамбыл Бөбекбай, Байқоңырды да Жамбыл Бөбекбай дайындаған. Сомен таласып баратқан Жұмыртияқ. Міне, 3 ат кетті. Ал бұл жерде енді тактика өте қиын. Бір үйдің атымен Жұмыртияқ жалғыз таласып бара жатыр. Енді қызық. Қазір енді ал қадырлағайын қараңыздар, Жұмыртияқ, Байқоңыр және Сармат үшеуі бөлініп алды. Міне бер жағынан Сармат пен Байқоңыр қатарласты, ар жағынан Жұмыртияқ, үстіндегі Хамза намысқа тырысып ақырын Жұмыртияқты қозғай бастады. Бер жағындағы екінші топта олар да ақырындап үшеуін қуа бастады, үшеуі қашты. Бер жағынан Жұмыртияқ шыға бастады ағайын. Жұмыртияқ шықты. Қарагер көрінбейді ғой, қырғыздардың қарагері. Ол екінші топта келе жатқан сыңайлы. Бірақ Жұмыртияқ жүрген жерде қарагер үшінші келген болатын жолан жүйрігінде. Жұмыртияқтың өзі бір мыс қой. Жұмыртияқтың өзі бір сұс. Жұмыртияқ бәйге қосылады дегенде кәдімгі біраз адам ойланып қалады. Атымды қосам ба, қоспай қояйын ба деп. Жұмыртияқ бер жағында. Соңғы айналымға кетті. Соңғы айналым, соңғы қиқу. Соңғы айналымға Жұмыртияқ пен Сармат таласып кетті ағайын. Жұмыртияқ пен Сармат. Бер жағында 10 номердегі Байқоңыр. Жамбыл Бөбекбайдың екі аты, Марланның бір аты кетті. Бер жағында 13 номер, 42, 7 номер кетті ағайын. Бүркіт кетті. Қырғызстанда қарагер де көрінбейді, покер де көрінбейді, сайгол да жоқ боп кетті. Ал қадырлағайын, қырғын тартыс басталды. Қомақты қаржы тұратын Hyundai Tucson автокөлігі, Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдық кубығы қай өңірге бұйырады? Соны қазір анықтайтын боламыз. Онда парыңыздар артынан. Екеу таласып кетті ағайын. Бер жағынан 11 номерде Сармат, ар жағында Жұмыртияқ. Екеу қатарласты, бір-бірін аңдып келатыр. Әлі тізгінді жіберген жоқ. Сармат Сапарғали Сәтбаевтікі. 22 номерде Жұмыртияқ, Ақберлейін Мараттың сәйгүлігі. Жетісу облысы. Жетісу облысы мен Алматы облысы таласып баратыр. Бақанас, Жалағаш. Екеуінің арасында тартысты дода. Соңғы секунд, соңғы сәттер. Тік жолға қарай қазір бұрылады, бет алады. Жұмыртияқ өзінің әдеттегіндей тактикасымен сол қалыпта, сол қарқында келе жатыр. 11 номердегі Сармат, ол да еліктің лағындай. Төрт аяғын бірге лақтырып келе жатыр. Бірақ Сарматты Шабандоз сабап келе жатыр.
Хамза жан жағына қарап келе жатыр. Екеуі 27 шақырымды талап келе жатыр. Шапқан сайын жарап келе жатыр. Екеуі де әрбір қадамын санап келе жатыр. Бұлардың тұяғының арасынан, қабырғаның арасынан екі бірдей қанат келе жатыр. Қараңыздар, солға қарай бұрылуға бет алды. Жұмыртұяқ, Сармат екеуі қатарлады. Сапарғали Сәтпаевтар немесе Ақберлейлі Марат ағамыздың сәйгүлігі. Жұмыртұяқ, Сармат екеуі бұрылды. Ақырын бұрылды. Сармат ішімен, Жұмыртұяқ сыртымен келе жатыр ағайын. Ал қызықтың көкесі, Жұмыртұяқты Хамза сабай бастады. Сарматты Айсұлтан Шабандоз, атақты Айсұлтан, солға қарай тік жолға бет алды ағайын, қараңыздар. Шапқан сайын иіліп төмен басы, иген сайын домалап өрге тасы. Сармат Жұмыртұяқтан оза бастады. Жұмыртұяқ жетейін қуып, жетейін деп қуып келе жатыр. Жұмыртұяқ қатарлы қуып жетті. Жұмыртұяқ қуып жетіп оза бастады. Сармат Жұмыртұяқ екеуі. Сармат Жұмыртұяқ атақты. Айқай шу қайда ағайын? Не деген тарихи бәйге. Сармат пен Жұмыртұяқ осы бір таласымен тарихта қалатын болады. Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығы, Жетісу облысы.